Сәлем баршаңызға. Сіздерге тез дайын болатын, дәмі де ерекше, жұп-жұмсақ қуырдақпен бөліскім келеді. Бұл әдісті жасауды маған мамам, яғни енем үйреткен. Ендеше бірге дайындап көрейік. Видеоларым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кез келген үйдегі бар етпен жасай беруге болады. Етті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөліп аласыздар. Үлкен болса әдемі көрінеді. Мен мұнда жылқының етін қостым. Қазанымызды отқа қойып, кішкене қыздырып, көз мөлшерімен сұйық май құямыз. Туралған етімізді саламыз. Етті шамамен 4-5 минуттай қуырамыз. Одан кейін көз мөлшерімен шым-шым тұз саламыз. Осындай лавровый лист салсаңыздар, дәмі ерекше болады. Одан кейін етке арналған зира, осында приправаны қостым. Бұны да жарты шай қасық көлемінде себесіздер. Оттың астын жай қойып, етті өзінің суына бұқтырып қоямыз. Осы аралықта картошканы дайындап алсақ болады. Осындай ашылған картошкаларды үлкен-үлкен бөліктерге бөліп турап аласыздар. Мен мұнда 2 адамға арналған порция жасадым. Енді бөлек табада оған май құйып, қыздырып алып, туралған картошкаларды саламыз. Оттың астын өте жоғары қойыңыздар. Бұл кезде біз картошкалардың арасы толық пісуі қажет емес, тек осылай жан-жаға қызарып, әдемі болып қуырсақ жеткілікті. Осылай әрқайсысын жеке-жеке айналдырып тұрыңыздар, күйіп кетпес үшін. Картошкалар өздеріңізге ұнаған әдемі түске енгеннен кейін бөлек ыдысқа салып аласыздар. Картошканы қуыру кезінде оттың асты максимальны градуста болу қажет. Егер жай болса, картошкалар май сорып, дәмсіз болып қалады. Етті бір араластырып, өзінің суы тартылғанша тағы бұқтырып қоямыз. Орташа бөліктегі пиязды видеодағыдай жұқалап турап аласыздар. Еттің суы тартылып, майдың дауысы шыға бастаған кезде туралған пиязды саласыздар. Тағамның түсі қып-қызыл әдемі болып шығу үшін пиязды жақсылап қуырып аласыздар. Пиязды күйдіріп алмай, қызғылт сары түске енген кезде картошкаларды саламыз, қуырылған. Картошкаларды салғаннан кейін 1-2 минут шамасында ғана қуырасыздар. Картошкалардың үстіне өте аз мөлшерде шым-шым тұз себеміз. Жарты стакан таза суды құямыз, бұқтыру үшін. Бетіне үлкен етіп укроптарды турап қоясыздар. Дәмі ерекше болады. Бетін жауып, өте баяу отта 15-20 минут шамасында бұқтырасыздар. Бетіне әсемдік үшін пияз, укроп себуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап, пайдалы болса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, аз болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге бүгін осындай картошкадан жасалған салаттың рецептін бөліскім келеді. Бұл салатты көбінше немецкий картофельный салат деп атайды. Өте тойымды салат, нағыз кешкі асқа арналған. Құрамындағы заттары қолжетімді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салат менің күйеуіме қатты ұнады. Алдымен картошканы сыртын ашымай, осылай тазалап жуып аласыздар 2-3 қайтара. Таза суға жарты шай қасық тұз салып, картошкаларымызды баяу отта 20 минуттай қайнатасыздар піскенше. Піскеннен кейін осылай тексеріп алып, суытып қоясыздар. Осы аралықта пешімізді қыздырып қойып, табаға пергамент немесе фольганы төсеп, оның үстіне оливковое маслоны құясыздар. Дайын болған картошкаларымызды осылай арасын алшақтатып орналастырып аламыз.
Кез келген банка немесе стакандардың көмегімен видеодағыдай үстінен басып шығасыздар, шұқалатып. Картошкалардың үстіне азырақ шым-шым тұз, қара бұрыш себеміз көз мөлшерімен. Одан кейін паприка қоссаңыздар болады. Қызып тұрған духовкада максимальный градуста 10-15 минут қызартып аласыздар. Осылай қызарғаннан кейін енді келесі бетін аударамыз. Асықпай, жаймен бұзып алмай аударыңыздар. Үстінен тағы осылай басып шығамыз. Енді оливки маслоны құямыз бетіне. Одан кейін қара бұрыш көз мөлшерімен паприканы себеміз. Тағы да духовкаға жібереміз. Осы аралықта көкөністерімізді турап алсақ болады. Қызыл пиязыңмен жартысын қостым. Оны майдалап турап аласыздар. Одан кейін үстіне осылай пышақпен басып ұсақтап аламыз. Келесі кезекте селдерейді тураймыз. Оны да жіңішкелеп алдымен одан 4 бұрышты етіп майда бөліктерге бөлесіздер. Селдерейдің пайдасы өте көп екенін білесіздер, әсіресе іш құрылысы ауыратын кісілерге. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды тураймыз. Оны да видеодағыдай 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Келесі укроп, оны майдалап тураймыз. Пештен қызарып шыққан картошкаларымызды кішкене суытып аламыз. Одан кейін пышақтың көмегімен әртүрлі бөліктерге бөлесіздер. Маған қатты майдаламай, осылай қолмен бөліп, арасында үлкен болып жүргенін ұнатамын. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Қаймақ немесе майонез қосуға болады. Мен майонезге азырақ лимон тамшысын тамызып қостым. Егер қаймақ қосатын болсаңыздар, дүкендегі майлылығы аз қаймақты қосыңыздар. Осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріп, дәмін татып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетіне әсемдігі үшін укроп септім. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін кешкі асқа жеңіл тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Ыстық тағамға көкөністер қосылған мясо по-тайски және пицца цезарь, қасына сусын ретінде ананас сок дайындадым. Пиццаның дайындалу жолын төмендегі бөлімге ссылкасын қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Мясо по-тайски жасау үшін алдымен кез келген етті осылай ұзынша бөліктерге бөліп, майда қуырасыздар. Шым-шым тұз және лавровый лист салып, бетін жауып өз суына бұқтырып қоямыз 5-10 минутқа. Көкөністерден пияз, қияр, сары бұрыш, жасыл және қызыл бұрыштарды видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөліктерге бөліп аласыздар. Етіміз өзінің суына бұқтырылғаннан кейін қосымша азырақ көз мөлшерімен су құйып және бұқтырасыздар 5 минут шамасында толық пісу үшін. Етіміз толықтай піскеннен кейін барып, көкөністерді кезекпен салып 2-3 минуттай қуырып аласыздар. Алдымен пиязды саламыз. Пиязды кішкене сарғайғанша қуырамыз. Одан кейін сары бұрышты саламыз. Көкөністерді қатты қуырып қажет емес. Ол кезде қатты қуырсақ жұмсақ болып қалады. Осылай кішкене ғана 1-2 минут шамасында қуырсаңыздар жеткілікті. Соңынан барып қиярды салыңыздар, өйткені қияр езіліп кетпес үшін салғаннан кейін ғана 1-2-3 рет қана араластыру қажет, қатты араластыруға болмайды. Тұз саламыз, жарты шай қасық. Паприка қоссаңыздар болады, дәміне қарай. Және бір тісше сарымсақты осындай үкіштен өткізіп саласыздар. Соңына қарай 2-3 қасық соевый соус қосасыздар. Егерде қатты сулы болған қаласаңыздар, азырақ 2-3 қасық су қосып жіберуге болады. Барынша су қоспаған жақсы, өйткені көкөністер өзінің суына бұқтырылып, дәмі керемет болады. Жанына гарнирге күріш дайындаймыз. Алдымен осындай қызып тұрған табаға азырақ сары майды салып, ерітіп аламыз. Оған жуылған таза күрішімізді салып, осы майға қуыратын боламыз.
күріштеріміз бір-біріне жабысып қалмай шашылып тұру үшін осылай майда міндетті түрде қуырыңыздар. 3-4 минут шамасында қуырып болғаннан кейін көз мөлшерімен азырақ тұз саласыздар. Одан кейін таза суды құямыз. Күріш 1-2 сантиметр батып тұру керек. Бетін жауып, баяу отта 15-20 минут шамасында қалдырамыз. Бұқтырылып болғаннан кейін күрішіміз осылай бір-біріне жабыспай шашылып тұрады. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі формаларға салып ұсынсаңыздар болады. Мен осылай пиалайға салып, осындай дөңгелек форма жасадым. Жанына дайын болған подливамызды құямыз. Бұл тағам кешкі асқа өте таптырмас, жеңіл тағам. Жанына ананасовый сок дайындаймыз. Алдымен осындай ананасты сыртын жақсылап ашимыз. Видеода көрсетілгендей әртүрлі бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен езіп аламыз. Және салқын таза су қосасыздар. Азырақ 2-3 қасық қант. Бір келкі болғанша блендермен жақсылап араластырыңыздар. Дайын болғаннан кейін ситадан өткізсеңіздер болады, немесе осылай смузи ретінде ішсеңіздер жақсы. Қасына мұз қосуды ұмытпаңыз, дәмі ерекше болады. Менің рецепттермен жасап көрсеңіз, міндетті түрде пікір қалдырып, бөлісе отырсаңыз. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін дәмі пиццериядағы пиццаның дәміне ұқсайтын рецептпен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Жылы сүтке жарты шай қасық тұз, біраз қасық толтырмай қант саламыз. Ашытқы біраз қасық салып, жақсылап араластырып 15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін ашытқымыз осылай еріп көтеріледі. Енді ұн саламыз. Барлық мөлшерлерді описание бөліміне жазып қалдырамын. Ұнды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Осы аралықта сұйық майды құямыз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Бетін жауып, жылы жерге 40 минут 1 сағат аралығында қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Осындай тауықтың төс етін жіңішке етіп турап маринадтаймыз. Ол үшін бізге азырақ тұз қажет, 2-3 қасық қаймақ, паприка қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып, барлық жеріне біркелкі тиетін етіп араластырып. Енді соусын дайындаймыз. Пиццаның дәмді болып шығуы көбінше соусына байланысты. Видеода көрсетілгендей помидорларды бөліп, үстіне қайнаған суды салып қоямыз 15 минутқа. Ыстық суда тұрғаннан кейін помидорлардың сырты оңай ашылады. Осылай қабықтарын ашып аласыздар. Блендерге болмаса осылай қолмен турауға да болады. Қызып тұрған табаға кішкене сармайды салып, оның үстіне бір чеснокты үкіштен өткізіп, 1-2 минут қуырамыз. Үстіне блендерден езілген помидорды құямыз. Беті кішкене қайнап бастаған кезде осындай орегано приправасын қосыңыздар міндетті түрде. Жарты шай қасық тұз қосып, кішкене қоюланғанша 4-5 минут жай отта ұстаймыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осындай бөліктерге бөлеміз. Осы
мөлшерден 4 пицца шығады кіші көлемде. Қамырды қалың да қатты да етпей, орташа қалыңдықта жайып, видеода көрсетілгендей шеттерін осылай қайырып шығасыздар. Енді дайын болған соусымызды құйып шығамыз. Бір келке етіп барлық жеріне тегістеп жағып алып, сырды себеміз. Оның үстіне маринадта тұрған, дайын болған тауықтарымызды әр жеріне қойып орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіреміз. Әркімнің духовкасына байланысты қатты күйіп кетпеуін қадағалап тұрыңыздар. Сол уақыт аралығында тауықтың еті міндетті түрде піседі. Бетіне қосымша сыр сепсеңіздер болады. Видеода көрсетілгендей осындай салатты шөптермен, помидормен сәндесеңіздер бұл әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріп, пікіріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге таңғы асқа пайдалы, құрамы 90% сүзбеден тұратын сырники рецептімен бөліскім келеді.
Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осылай жасап көрсеңіз, қатты болмайды, арасы жұмсақ, воздушный болып шығады. Керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырам. Бастысы творогымыз майлы, сулы болмау қажет. Егер олай болған жағдайда ситадан немесе марлядан өткізіп аласыздар. Осылай творогқа бір жұмыртқаны, 2-3 қасық қант, 2-3 қасық ұнды салып, жағы сарлап, араластырып аламыз. Блендер болса, сонымен езіп алған жақсы. Егер болмаған жағдайда осылай мен секілді қолмен де жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Сүзбеміз біркелкі болғаннан кейін бір ас қасықтан алып, қолымызға осылай дөңгелектеп алып, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз, айналдырып. Астына жабыспас үшін ұн салдым. Барлығын осылай дайындап алдық, енді пісіреміз. Қызып тұрған табаға кішкене май салып, майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Бөліп алмай, ақырындап келесі бетіне аударамыз. Енді келесі бетінде 5 минут баяу отта пісіріп аламыз. Жанына әртүрлі салмамен ұсынып берсеңіз болады. Қаймақ пен варене қоссаңыз, дәмі керемет болады. Жасап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасыма ұнағаны соншалық дастарханға қойғаннан тез бітіп қалды. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін осындай миндальный булочки рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дәмі өзгеше, басқа да тоқаштарға ұқсамайды. Менің отбасыма бір жасағаннан өте қатты ұнады. Алдымен тестосын жасаймыз. Оған бізге қажетті заттар: жылы сүт, жұмыртқа, қант, ұн, сары май және ашытқы қажет. Алдымен жылы сүтімізге қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін ашытқыны саламыз. Жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанша араластырып, шым-шым тұз саламыз. Барлығын керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай ұнды салып, біркелкі масса болғанша осылай алдымен араластырып аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майды салып, ары қарай қолмен жұмсақ қамыр болғанша қолмен осылай осындай жұмсақ біркелкі қамыр пайда болады. Енді бұны холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар да жасай беруге болады, бірақ жұмыс істеу қиын болады. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майға қантымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан бір жұмыртқамызды саламыз. Миндальный муканы саламыз. Жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Бір ас қасықтай бидай ұнын салып, осылай біркелкі болғанша жақсылап араластыру қажет. Осындай біркелкі масса пайда болады. Қамырымыз осындай холодильникте тұрғаннан кейін осындай қатты болады. Жаюға өте ыңғайлы. Қатты қалың да, қатты да жұқа да етпей, орташа осылай
жайып аламыз. Арасына дайын болған салмамызды салып, бір келке етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Сосын осылай видеода көрсетілгендей бірін-біріне осылай орап, үстін кішкене басып, осындай ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Барлығын осылай орап болғаннан кейін жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз, бетін жауып. Уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның сары-уызын бетіне жағып шығамыз. Және миндалінің қалған осындай ұнтақтарын осылай бетіне сепсеңіздер болады. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Суығаннан кейін әсемдігі үшін сахарный пудраны себеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгінгі кезекті рецепт тәтті пирогтың бір түрі японский чизкейк. Бұл тәтті барлығына ұнайды деп ойлаймын. Өйткені дәмі ерекше, жоп-жұмсақ, үлпілдек. Видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ендеше бірге жасап көрейік. Алдымен 4 жұмыртқаның ақ-уызы мен сары-уызын бөлек 2 ыдысқа ажыратып аламыз. Екеуін ажырату кезінде араласып кетпеу қажет. Үшінші ыдысымызға сүт құямыз. Мөлшерін төменгі бөлімге жазып қалдырамын. Сүттің температурасы маңызды емес. Үстіне сармай саламыз. Сармайдың майлылығы жоғары болғаны жақсы. Мен мұнда 82,5% майлылықты қолдандым. Келесі кезекте үстіне творожный сырды саламыз. Дайын болғаннан кейін отқа қоямыз асын. Қатты емес, өте төмен отта жай осылай үздіксіз араластырып тұру қажет. Бір келкі масса болғанша. Осылай сұйық бір тегіс болу керек. Бөлек ыдысқа 50 грамм ұн салып, үстіне 1 шай қасық разрыхлительный тестаны саламыз. Оның үстіне кукурузный крахмалды салып, үшеуін араластырып аламыз. Оттан шыққан кастрөлдегі ыдысымыздағы массаға осы ұнды саласыздар. Ұнды бөліп-бөліп, 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Өйткені арасында түйір болып қалмас үшін. Әр бөлікті салған сайын жақсылап қозғап, бір келке ету қажет. Оның үстіне 4 жұмыртқаның сары-уызын саламыз. Осындай сап-сары сұйықтық пайда болады. Енді бөлек ыдыстағы жұмыртқаның ақ-уызын миксермен 1-2 минут шамасында араластырып, көпіріп бастаған кезде қантты 3 бөлікке бөліп, әр бөлікті салған сайын жақсылап араластырып отырасыздар. Миксердің жылдамдығын төменнен бастап ақырындап көбейтіп отырамыз. Осылай көпіріп массасы үлкейгеннен кейін 1 шай қасық лимонның согын қосыңыздар. Сол кезде меренгамыз өзінің формасын ұстап тұрады. Одан кейін тағы да 1-2 минут шамасында миксерлейсіздер орташа жылдамдықта. Міне осындай формада дайын болады. Лопаткамен көтерген кезде ол ағып кетпей, осылай өз-өзін ұстап тұру қажет. Енді дайын болған меренганың үстіне жұмыртқалы массаны құясыздар. Аз-аздан 2-3 қасықтан құйып отырып, астынан жоғары қарай айналдырып араластырасыздар. Миксермен араластыруға болмайды, тек осындай лопатканың немесе қасықтың көмегімен. Жақсылап бір келкі болғанша араластырыңыздар. Осылай арасында түйірлер қалмау қажет. Осындай сұйық бір тегіс болып шықты. Енді формамызды дайындап алайық. Мен мұнда диаметрі 17 сантиметрлеп алдым. Осылай астын фольгамен қаптап,
оның ішіне пергаментті қоясыздар. Форманың астын фольгамен 2-3 қайтара қаптаған дұрыс, өйткені семдірек болу үшін. Қазір біз бұны водяной ванняда пісіреміз. Дөңгелек формамыздың астына табаны немесе үйде қандай ыдыс бар, соны қойсаңыздар болады, пешке жарамды. Дайын болған массаны құямыз үстіне. Енді 1-2 сантиметр батып тұратындай жылы су құясыздар. Пешті алдымен 130 градуста қыздырып алып, ал табаны салғаннан кейін 150 градусқа көтересіздер. Ровно 1 сағат тұру қажет, ол аралықта пештің бетін ашуға болмайды. 1 сағат өткеннен кейін пешті өшіріп, пирогты ішінде қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін шығарамыз. Егер сразу шығарсаңыздар, пирог басылып қалады. Осылай арасын піскенін тексеруге болады. Бетіне әсемдігі үшін сахарный пудраны септім. Дәл мен айтқандай этаптармен жасасаңыздар, пирогтарыңыз осылай биік, үлпілдеп тұрады. Бетіне кез келген шоколадты ерітіп құйып, үстіне фисташки дәндерін септім. Дәмі ерекше, жұмсақ, үлпілдеп тұрады. Міндетті түрде жасап көріп, пікірлеріңізден бөлісіңіздер. Каналым пайдалы болса, тіркеліп қойдым. Қайырлы күн баршаңызға. Үнемі бір пішінді формадағы самсалар жасаудан жалғысаңыз, сіздерге осындай ерекше формадағы мини самсаларды ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттардан дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Керекті мөлшерін төменгі бөлімге жазып қалдырамын. Жылы бөлме температурасындағы суға тұзды салып, тұзды ерігенше араластырып, оның үстіне құямыз. Қамырымыз қатты жұмсақ та болып қалмау керек, орташа тығыздықта болса жақсы. Осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Бетін жауып қойып қоямыз. Осы аралықта арасына қосатын салмасын дайындаймыз. Кез келген фаршқа немесе майдалап туралған етке бір бөлек пиязымызды барынша ұсақтап турап етімізге саламыз. Дәміне қарай тұз, көз мөлшерімен паприка қосуға болады. Бұрышта дәміне қарай қосасыздар. Етіміздің арасы тығыз болып жабысып қалмас үшін осылай мен 1-2 қасық таза су құйдым. Бір келкі болғанша жақсылап араластырып. Кішкене уақыт тұрғаннан кейін қамырымыз осындай жұмсақ бір тегіс болады. Видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығасыздар. Мен мұнда 9 бөлікке бөлдім. Осындай кішкене дөңгелек формалар жасап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта майды ертеміз. Кез келген жоғары пайыздағы сармайды ерітіп, қатты да ерітпейміз. Қамырлардың әрқайсысын жеке қатты қалың, қатты да жұқа да етпей жайып аласыздар. Көрсетілгенде қамырларды кезек-кезек арасына май жағып, осылай қойып шығамыз. Майды барынша көп жақпауға тырысыңыздар, жаятын кезде ыңғайсыз болады. Осылай барлығын орналастырып болғаннан кейін соңғы қабатына май жақпаймыз. Одан кейін бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. Қамырымызға май сіңіп жұмсарғаннан кейін, шамамен 10-15 минуттан кейін бетіне ұн сеуіп, жаясыздар жұқа етіп. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер, арасы қатпарлы болып шығады, бөлініп тұрады. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан кейін, пышақтың көмегімен 4 бұрышты бөліктерге бөліп аласыздар. Кез келген форма жарайды, мен осындай овальный форманы қолдандым. Дайын болғаннан кейін салмасын салып шығамыз. Кішкене самсаларымызды видеода көрсетілгендей бүгіп аласыздар. Басы, арасы ашылып кетпеу қажет. Барлығы дайын болғаннан кейін осындай формаға орналастырасыздар. Бетіне тек жұмыртқаның сары уызын бір келкетіп жағып шығамыз. Әсемдігі үшін мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен мұнда мак септім.
Алдымен пешімізді қыздырып алып, 180 градус шамасында 20-25 минут пісіреміз. Қатты күйіп кетпегенін қадағалап тұрыңыздар. Кішкене сарғайғаннан бастап ала беріңіздер. Егер қатты беті қызып күйіп кетсе, беті қытырламай қалады. Осындай сүйкімді кішкентай самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер.